Бисмилля. Өткенде де өйстіп Адам Шарқауидің бір кітабынан бір керемет деп айтамыз ба, ғажайып нәрсе оқып қалдым да. Кейде дейді тіпті адамдар сені жамандағысы келсе, сені бір даттағысы келсе, сенің жаман қасиеттеріңді айту шарт емес дейді да. Адамдар сенен бір жаман қасиет таппаса, сенің жақсы қасиеттеріңді айтып сені жамандауы мүмкін дейді. Мысалы Құранда қараңыздар, Нәмл сүресінде ахриджу аля лутим мин қариятикум иннахум унасун ятатаххарун деген аят бар да. Жаңа Луттың қауымы, мына Луттың отбасын ауылдан қуып шығыңдар, олар күнәдан таза пәк адамдар деп айтады да. Яғни не үшін дейтін болсаң, олардың жаңа Лут пайғамбардың несін жаман қасиетін таппағаннан кейін олар күнәдан таза пәк адамдар деп жақсы қасиетін айтып жамандап жатыр да, құдды бір. Яғни дейді да, ол адамдарға сені жамандау үшін, сені қаралау үшін тіпті сенің жақсы қасиетіңді айтып та жамандап беруі мүмкін дейді да. Яғни оған әрбір нәрсеге мен шынымен сондай жаман адам екенмін деп ойлап қала берудің қажеті жоқ.